Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Сандуғаш, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадный творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жандағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ал кеттік онда бірге жасайық. Ең алдымен ұн, какао, тұз, разрыхитель, қантымызды қосып, бір араластырып аламыз. Мінекей бір қалыпты етіп араластырып алған соң, майымызды мінекей бөлме температурасындағы сары майды қосып, қолымызбен қамырымызды илеп алатын боламыз. Сонда жұмсақ, нәзік, әдемі қамырымыз дайын болатын болады. Оны пакетке салып, кішкене холодильникке қалдырсаңыздар болады. Ендігі кезекте арасындағы начинкасын дайындайтын боламыз. Творог, қант және 3 жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Және де сахарный пудраны пайдаландым. Енді жақсылап блендерлеп аламыз. Мінекей бір қалыпты болғанша блендерлеп алдық. Енді бөлек ыдысқа 2 ас қасық ұн және какао және де қант, сары майды салып, бетіне себетін крошкамызды осылай дайындап алатын боламыз. Ұнтақ, мінекей әдемі осындай крошкамыз дайын болады. Енді ыдысымызға, қалпымызға кез келген қалыпты пайдалансаңыздар болады. Қалыпты алдын ала майлап, мінекей жан жағындағы бортиктерін шығара отырып, мінекей қамырымызды жайып аламыз. Енді жаңағы дайындап қойған начинкамызды ішіне салып, мінекей дайындап аламыз. Бір тегістетіп, бетін тегістеп аламыз. Және жан жағын кішкене басыңқырап, мінекей вилкамен тағы да бір тегістеп, бір қалыпқа келгенше осылай тегістеп аламыз. Және алдын ала дайындап қойған крошкамызды бетіне сүйіп аламыз. Мінекей барлығын дерек толықтай бетіне сүйіп алатын боламыз. Мінекей дайындап алдық, енді алдын ала қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, пісіп, мінекей дайын болды. Міндетті түрде қалыптан суыған соң ажыратып алыңыздар. Енді суыған соң холодильникте кемінде 1-2 сағатқа қалдырып, одан кейін мінекей кесе берсеңіздер болады. Мінекей кесіп, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, өте ерекше, қайталанбас пирогтардың бірі. Отбасы мүшелеріңізге толықтай ұнайтынына сенімдімін. Дәмі ерекше пирогтардың бірі. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, достар, міндетті түрде тіркеліп, жандағы қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Менің арнамнан көптеген тәтті тағамдардың түрлерін таба аласыздар. Алдағы уақытта да көптеген ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.